Құрметті қазақ елі, құрметті әріптестер, серіктестер, мына Жезқазған қаласына да аман-есен келіп қалдық. Біздің бүгінгі күнде келгеніміз өзі екі себеп бар. Біреуі біздің Жанна ханымға, біздің бағдарламаның қатысушысына жаңағы 19 миллионға үй алып беріп жатырмыз. Қазір мына құжат рәсімдеу басталды. Омар мырза, сол және де екінші себебіміз қазір Омар мырза өзінің тарапынан Теректі деген ауылдан үлкен отбасына тағы да жер үй алып берейін деген жатыр. Жанна құтты болсын. Үлкен рахмет сіздерге, Бану ханымның барлығына. Яғни сіз бағдарламаға қатысып жатсыз, және де бізде кеңесші болып жүрсіз. Үйді алмай жатып, уже кеңесші болып жұмыс жасап жатырсыз ба? Құтты болсын. Рахмет болсын. Мен сізді қолдауға ата-анаңыз келіпті. Аға саламатсыз ба, апа саламат, жақсыздар ма? Енді балаңыздың үйі шаңырағы құтты болсын. Бақытты болыңыз. Келесі сөз біздің мына Жезқазған қаласы бойынша отбасы мен жастарды қолдау қорының кеңсесінің басшысы Айсұлу ханымға. Ал Айсұлу ханым. Рахмет айтамыз отбасы мен жастарды қолдау қорына. Омар мырзаға үлкен рахмет. Осылай қаншама осы бағдарлама арқылы менің осы Жезқазған именно өңірінде көп үй алынды, автокөлік алынды. Үлкен рахмет Жанна. Маған сенім артқаныңызға. Күмбір күрескен құмары, тірескеннің дірілдеткен тізесін, тұлпарының тұяғының дүбірі. Сен қазақсың, отаншылсың, тектесің, айбарлысың, ақылдысың, беттесің, көп болуға, бір болуға тиіссің, көрмеу үшін жаттың езгі тепкісің, тепкісің. Жанна ханым, құттықтаймыз сізді. Бақытты болыңыз. Осы шанақта тек қана той болсын. Үйіңіз жаңа болсын. Барлық жақсылық тілейміз сізге. Отбасы мен жастарды қолдау қорына үлкен рахмет айтамыз, алғысымызды білдіреміз. Қордың жұмысы жемісті болсын, жетістіктері көп болсын, әр қазақ баспаналы болсын деген ұранымыз Алланың құлағына шалынып қабыл болсын. Амин.